Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Еркобизет. Қазір мен сіздерге оңай болу үшін жасап қойдым. Біз бүгін ұшақ жасайтын боламыз. Bir бет мен дайындап қойдым. Қағаз түкте керек жоқ оған. Ұшақ жасайтын боламыз. Жаңадан шыққан ұшақ. Бірінші, тоқтаңыздар қазір. Бірінші, мынаны өстіп, екі жағын өстіп істеп аламыз да. Өстіп жасап аламыз, жақсылап тұрып. Мен бағана өзім жасадым. Содан соң бұздым. Ол сіздерге оңай көрінсін деп. Тоқтаңыздар. Содан соң мына жерге өстіп, жасаймыз. Міне. Оңай, сіздер де жасаңыздар. Содан соң өстіп жасап болған соң, мынаны өстейсіздер. Артта дауыстар шығып жатса кешіріңіздер. Өстіп мынаны істеп болған соң өстейсіздер. Қазір дұрыстап көрсетейік сіздерге. Мынаны өстіп жасадыңыздар, өстіп істедіңіздер, содан соң мынаны былай жасайсыздар. Міне. Содан соң ұшақ шығады. Күшті ұшады, міне. Күшті ұшады. Просто сіздерге жай көрсетіп тұрмын да. Сіздер, мен Достық ауылында тұрам. Алматы облысы Достық қаласы, Талдықорған қаласы, Алматы облысы Достық ауданында тұрам, станциясында тұрам. Өстіп ұшады. Ұзақ жерде негізі бұл өз қатты ұшады. Мен просто сіздерге жай көрсетіп тұрмын. Осындай бұл қатты ұшады, күшті ұшады. Өздеріңіз осы видеоны көріп жасасаңыздар, жасап ұшырыңыздар. Бірақ дұрыстап тұрып жасаңыздар, ұшырсаңыздар, бұл күшті ұшатын болады. Давай достар, сіздермен болған бүгін Еркобизет. Мен Еркобизетке пранк жасағам, оны мен видеодан көрген шығарсыздар. Міне. Давайте достар.